Ассалаумағалейкум, құрметті Корея көмектің оқырмандары. Қазір біз Оңтүстік Кореяның Вонжу қаласындамыз. Бұл жерде Қазақстан Республикасы Сайрам ауданының тумасы жас қарындасымыз Корея көмектен көмек сұрады. Шұғыл түрде сол оқиға орнына бардық. Жалпы болған оқиға қарындасымыз 8 ай бойы шетелдіктерді тамақтандыратын, яғни халал фуд асханада жұмыс істеп келген. Соңғы 2 айлық жалақысын да алған емес. Сол жердегі бірге жұмыс істейтін повар, аспазшы біздің қарындасымызға сексуалдық сипаттағы әрекеттерді жасап, бұл қарындасымызға зорлық зомбылық көрсеткен. Оған қоса қарындасымызды әртүрлі видеоларға алып, әлеуметтік желілерде жариялауға әрекет жасаған. Дер кезінде оқиға орнына бардық, қарындасымызбен сөйлестік және бұл кісімен де сөйлесіп, барлығын адамгершілік жолында шешуге әрекет жасадық. Алайда көкірек болған бұл қырғызстандық азаматпен біз заң бойынша сөйлестік. Себебі біздің айтқанымыз тыңдамай қойды. Полицияға келіп барлық видеоларды барлығын өшірді. Бір адамды заңсыз видеоға түсіріп, оны әлеуметтік желіде жариялауға әрекет жасағаны үшін бұл азамат 5 миллион Кореяның ақшасында айыппұл арқалады. Одан бөлек қарындасымызға зорлық зомбылық көрсетіп, яғни дене жарақаттарын салғаны тағы да бар. Алдағы уақытта бұл қарындасымыздың өмірі Корея көмектің тікелей бақылауында болады. Қазір қарындасымызды біз алып, сол Сеул маңайындағы өзіміздің жақын аудандарға орналастыратын боламыз. Сол жерде жұмыс істейтін болады. Алдағы уақытта бұл қарындасымыз Қазақстанға кеткенге дейін Корея көмектің бақылауында болады. Сондықтан құрметті оқырмандар, Оңтүстік Корея елінде жүрген жаңадан келіп жатқан қарындастарымыз, осылай Корея елінде жүрген старый волктарға алданып қалмаңыздар. Сіздерге жұмсақ сөйлесе, жақсы сөйлесе, оларға алданып қалудың қажеті жоқ. Корея елінде көптеп, мысалға 4 жылдап, 5 жылдап жүрген қыздарымыз бар, балдарымыз бар, жігіттер бар. Осылай жаңадан келіп жатқан қыздарымызға қатты айтып, олардың жүрегінен емес, сүйегіне жететіндей қылып, Кореяның заңдарын біз түсіндіруіміз керек. Олардың көзін ашуымыз керек. Себебі жаңадан келген қарындастарымыз өзге елде көп жағдайда алданып жатады. Сондықтан қайда болсақ та өзіміздің отандастарымызды қолдауымыз қажет. Бұл заңсыз болса да, егер сіздерге осындай біреу қысым көрсетіп жатса, сіздер заңсыз болсаңыздар да үндемей отырмаңыздар. Байланысқа шығыңыздар. Дер кезінде мен жеке өзім ақылым жеткенше сіздерге қолдау көрсетуге әрекет жасаймын. Сондықтан қайда болсақ та, қай жерде болсақ та бір-бірімізді қолдауды естен шығармайық.